Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Шыңғыл Бекзат Бауыржанұлы, Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Құмжарған ауылы Сөркөл орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін сіздерге 7 сыныптағы панорамалық сабағымды ұсынамын. Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Қазақстан Ресей империясының құрамында. Жаңа сабақтың тақырыбы 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: Ресей империясының отарлық саясатын себеп салдарын анықтау, патша үкіметі реформалар нәтижесіндегі әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіру, дәстүрлері қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау. Енді бізде сабақтың мақсаты оқушылар дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтайды. Бағалау критерийлері: Ресей империясының отарлық саясатын себеп салдарын анықтайды, патша үкіметі реформалар нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіреді, дәстүрлері қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтайды. Тілдік мақсаттар: айтылым оқушылар бір-біріне түсіндіру арқылы, тыңдалым видео материалды тыңдау арқылы, ал бізде осы сабақтағы терминология: дала комиссиясы, генерал-губернаторлық, уез, облыс, болыс, ауыл. Құндылықтар дамыту: мәңгілік елдің 5-ші құндылығын пайдалана отырып, оқушылардың бойына патриоттық сезімді ояту, елін, жерін сүюге тәрбиелеу. Пәнаралық байланыс: география, дүние жүзі тарихы. Сабақтың басы сәлемдесу, оқушыларды түгендеу. Сабағымызды бастамай жатып, ең алдымен сергіту сәтінен бастаймыз. Сергіту сәтінің тақырыбы мидың жұмысын жақсартатын әдіс. Тақтаға суреттер ілінеді, және оны оқушылар жылдам әрі қатесіз көрсету. Келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы бізде Spinner Wheel бағдарламасы арқылы оқушылар таңдалып, сұрақтар да сол Spinner Wheel бағдарламасы арқылы таңдалып қойылады. Сұрақтары: бірінші сұрақ: 19 ғасырда Арал теңізі маңындағы қазақтарға қарсы шабуылды күшейте түскен мемлекет. Екінші сұрақ: Хиуа хандығы шекара шебіне жақын тұратын қазақтарға қандай салық түрлерін салды? Үшінші: әр отбасы жыл сайын Қоқан үкіметіне қанша салық төлеп тұрды? Төртінші сұрақ: 1821 жылы Қоқан үкіметіне қарсы шабуылды басқарған кім? Бесінші сұрақ: өзінің бүкіл өмірін Арал маңы қазақтарының тәуелсіздігіне арнаған белгілі батыр. Келесі алтыншы сұрақ: Ресей жоғары үкіметінің билігінің атынан Жанғожа батырға қандай атақ берді? Жетінші сұрақ: Жанғожа батырмен бірге сыр бойындағы ұлт-азаттық көтерілісті басқарған белгілі батыр. Келесі бізде топқа бөлу. Топқа біз Class Tools бағдарламасы арқылы 3 топқа бөлдік. Бірінші топ Батыс Сібір тобы, екінші топ Орынбор тобы, үшінші топ Түркістан тобы. Келесі сабақтың ортасы оқушылардың қызығушылығын ояту үшін бейнеролик көрсетіледі. Яғни бүгін тақырыпқа байланысты. Және бейнеролик көрсетілгеннен кейін оқушылармен кері байланыс етелеуші сұрақтар қойылады. Бейнероликте не көрдіңіздер? Неше генерал-губернаторға бөлінген? Және олар неше облысқа бөлінген? Қандай облыстар? Деген сияқты сұрақтар қойылды. Енді бізде сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты мен бағалау критерийлері анықталып, зерттеу сұрағы таныстырылады. Сабақтың тақырыбы 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар. Зерттеу сұрағы: патша үкімет тарапынан бөліп ал да билей бер ұстанымы қалай жүзеге асады? Ең бізде бірінші тапсырма постер қорғау әдісі, яғни топтық жұмыс. Оқушыларға кескін карта беріледі. Әртү өзіне берілген генерал-губернаторлықтың шекарасын, орталықтарын картаға түсіріп қорғайды. Бірінші топ Батыс Сібір генерал-губернаторлығын қорғайды, екінші топ Орынбор генерал-губернаторлығын, үшінші топ Түркістан генерал-губернаторлығын. Дескриптор
губернаторлықтың шекарасын, орталықтарын кескін картаға түсіреді. Өзге топтарға ақпаратты жеткізеді. Бізде келесі екінші тапсырма галактикадағы шайқас. 1867-68 жылдардағы әкімшілік аумақтық бөлініс. Дескриптор 1867-68 жылдардағы әкімшілік аумақтық бөліністі анықтайды. Бізде бірінші сұрақ: генерал-губернаторлықтан кейінгі тұратын әкімшілік. Ол бізде облыс. Облыстан кейінгі тұратын әкімшілік. Ол бізде уез. Уезден кейінгі тұратын әкімшілік болыс. Болыстан кейінгі тұратын әкімшілік ауыл. Келесі бізде үшінші тапсырма Булинг квиз бағдарламасы арқылы тест тапсырмасын орындайды. Дескриптор Булинг ойын арқылы тест тапсырмасын орындау. Мұнда бірінші сұрақ: 1867 жылы 2 Александр қай облыстарды басқару туралы уақытша ережеге қол қойды? Екінші сұрақ: Торғай, Орал, Ақмола және Семей облыстарын басқару туралы уақытша ереженің жобасын қай жылы бекітті? Үшінші сұрақ: болыстар мен ауыл старшындары неше жыл мерзімге сайланатын? Төртінші сұрақ: осы реформа кезінен бастап Қазақстанның бүкіл аумағында қандай салық түрі енгізілді? Келесі бесінші сұрақ: ауыл старшыны мен болысқа сайланатын ақсүйек топтардың жасы нешеден кем болмауы керек? Осымен екінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі бізде үй тапсырмасы. 19 ғасырдың 60 жылдардағы әкімшілік реформалар Қазақстанда 1822-24 жылдардағы және 1867-68 жылдардағы патша үкіметі жүргізген әкімшілік реформаларға Вен диаграммасы, яғни кестемен жұмыс. Бізде кері байланыс принтер әдісі арқылы маған бәрі түсінікті, маған тақырып жартылай түсінікті, тақырыпты мүлде түсінбедім. Яғни осымен мен сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.